Ассалаумағалейкум ағайын. Мына көлік біздің учебный дейміз, үйретуге арналған көлік. Мына жерде қосымша педалі бар, бұл тежегіш педалі. Бұдан басқа мына жерде қосымша айналар бар. Екі жақта да кішкентай айна көріп тұрсыздар. Мұның бәрі жаңағы инструкторға көмек беретін айналар. Мынау негізгі айна. Бұны айнаға жүргізетін адам қолданады. Одан басқа мына жерде бізде монитор бар. Егер мониторды қоссақ, бұл енді ыңғайлы. Бір жағынан егер арт жаққа жүретін болсақ, арт жақта рені қоссаңыз, көрдіңіздер, артымызда камера қосылады, көрдіңіздер ме? Бұл енді ыңғайлы. Енді әркім өзінің қалауы, негізі осы камера болғаны өте жақсы. Мына жерде регистратор бар, көріп тұрсыздар. Оның бәрін түсіріп тұрады. Не үшін түсіріп тұрады? Себебі бұл енді учебный машина ғой, енді құдай сақтасын, анау-мынау бірдеңке болып жатса, сол кезде дәлелдеме үшін. Бұл енді әрқайсыңыз осындай регистратор қойып алсаңыздар болады. Бұдан басқа бұл автомобильде мына көріп тұрсыздар, антирадар деген бар. Ол да қажет, өйткені біз 40-пен көбінесе жүреміз. Соңғы көліктің арт жағында да бізде камера бар. Ол камера, ол деген алдын артын түсіріп тұратын камера. И жаңағы артындағы басқа бір камера тұратын. Екінші жерде учебный деген белгілер бар. Одан басқа жазулар да бар, учебный деген, бірақ ол жазуларды соңғы кезде қолданбай жүрміз. Өйткені ол учебный деген знак бар болса да, жоқ болса да, арт жақтан келгендер жаңағы сигнал беріп мазаны ала береді. Сол кісілерге айтайын деген алтын сырға дейміз ғой, құлақтарыңызға. Бұл үйреніп жүрген адам. Рульде сіздің жақыныңыз болуы мүмкін, қарындасыңыз, әйеліңіз дейікші, қызыңыз. Сондықтан кеше бір келіншек маған хабарласты фейсбукпен, айтады, балама права керек дейді. Права керек болса, курсқа жазылсын, ұлыңыз оқысын деді. Мен бәрін сұрап жатыр ғой, 2,5 ай деп айтып жаттым. Жесем, ой, ұзақ қой дейді. Ағайын, 2,5 ай деген ол те болмайды, ұзақ емес. Одан да ұзақ оқыту керек маған салса, мысалы, одан да көп оқытатын ем. Бірақ енді өкінішке орай біздің халық шыдамы жетпейді ұзақ оқығанға. Естеріңізде болсын, осы уақытта біз баяғы стандартта түрде оқытпаймыз. Біз деген қазіргі заманауи методика дейміз ғой, бұл Европаның методикасы. Неге Европаныкі? Себебі Европада өздеріңізде естисіздер, мүмкін көргенде шығарсыздар. Ол жақта апат аз, бізге қарағанда аз, және көліктер өте жақсы жүреді. Шынын айту керек, жүргізушілер өте жақсы басқарады көлікті. Сондықтан біз сол методикамен үйретеміз. Не үшін? Келешекте осы адам қауіпсіз машина жүргізсін деген ой ғой. Сондықтан құрметті ағайын, әрқашан права керек деген кезде жүгінбеңіздер, сатып ала салайын деп. Қазір енді сатып алып тоқтатып қойды ғой. Кеше сол келіншек айтады, қазір Алматыда права беріп жатқан жоқ екен ғой дейді. Мен айттым, права беріп жатқан жоқ емес, беріп жатыр, тапсырғандарға деп жатырмын. Біреулер айтады, ой, қазір құлатады екен ғой дейді. Ешкімді құлатпайды, өйткені ол жерде адам емес, компьютермен қабылдайды. Сондықтан бізге келсеңіздер, сол компьютердің тесттерімен дайындаламыз. Жалпы жол жүру ережесін, қауіпсіздік ережесін мен сіздер дайындаймыз, және осы көлікпен вайженеге шығамыз, қыр-сырын үйретеміз. Қауіпсіздіктің бітті. Ары қарай өзіңіз барасыз да тапсырып кетесіз. Жақында менің 1-2 қызым барып тапсырды, менің курсанттарым. Солда айтып жатыр ғой, мен права алайын деп, сатып алайын деп ойлап жүргем дейді. Сіздің айтқан сөзіңізге ғана бола барып оқи салайын дейді. Бірінші попыткадан бараса, бірінші күні тапсырып кетті. Көрдіңіз бе? Сондықтан сіз де тапсырып кетесіз. Солай сеніңіздер и маған келіп оқыңыздар. Ал осымен қош сау болып тұрыңыздар. Жақсылықта көріскенше.